Әдемі қартая білгенге не жетсін? Саналы ғұмырын елдің ортасында, халық игілігі жолында арнау кез келген азаматқа бұйыра бермейтін бақ. Осы екі қымбат ұғымды бір арнаға тоғыстырған жандардың бірі бүгін 90 жасқа толып отыр. Ол әлдеқашан елдің сыйлысына айналған Қазақстан Республикасының құрметті геологы, Жезқазған қаласының құрметті азаматы Сұлтан Сүтбайұлы Сүтбаев. Сұлтан Сүтбайұлы Сүтбаев 1936 жылы Қарағанды облысы Ұлытау ауданы Аралтөбе ауылында дүниеге келген. 1960 жылы Қазақ кен металлургия институтының геологиялық барлау факультетін гидрогеология және инженерлік геология мамандығы бойынша тәмамдаған соң, орталық Қазақстан геологиялық басқармасының Ағадыр геологиялық барлау экспедициясына жолдамамен жұмысқа орналасады. Бұл салада ол 1988 жылға дейін табанды еңбек етті. 1969-1988 жылдар аралығында Ағадыр геологиялық барлау экспедициясының басшысы қызметін атқарды. 1989-1997 жылдары Ағадыр ауданының қоршаған ортаны қорғау басқармасының басшысы болды. Ағадыр геологиялық барлау экспедициясында еңбек еткен жылдары Сарысу өңірінің жерасты су қорларын барлау жұмыстарын жүргізді. Оның тікелей қатысуымен КСРО-ның пайдалы қазбалар жөніндегі мемлекеттік комиссиясы Ақжал, Ақшатау, Киік, Сарыбұлақ, Үшбұлақ, Төлде Еспе сияқты жерасты су көздерін, сондай-ақ Жәмші және Қарабұлақ кен орындарының қорларын барлау жұмыстарынан өткізді. Экспедицияны басқарған жылдары жоғары қайрақты вольфрам, көктің көлі молибден, ұзын жол қорғасын мырыш, қатпар вольфрам кен орындарын игеруге кешенді дайындық жұмыстарын жүргізіп, соңғы барлау кезеңдерін жүзеге асырды. Сонымен қатар Ақшатау, Ақжал, Жамбыл атындағы кеніштердің минералдық шикізат базасын кеңейтуге үлес қосты. Шығыс және батыс темір марганец кен орындарына барлау жұмыстарын жүргізді. 1998 жылдан 2007 жылға дейін Центр Қазнедра кәсіпорнының Балқаш және Жезқазған аймақтық геология және жер қойнауын пайдалану инспекциясында бас маман болып қызмет атқарды. 2007 жылдан бастап Жезқазған түсті металл бірлестігі өндірісінде бас геологтың орынбасары, кейіннен жер қойнауын пайдалану жөніндегі инженер-геолог болып еңбек етті. Ол әрбір жұмыс барысында өзін тәжірибелі, бастамашыл маман ретінде көрсете білді. Жер қойнауын пайдалану үдерісін қамтамасыз етудегі геологиялық және заңнамалық мәселелерді шешуде жоғары біліктілігін танытты. Жүргізілген тексерістер барысында анықталған кемшіліктердің заңдылығына, жер қойнауын пайдалану талаптарының сақталуына бақылау жасап, заң бұзушылықтарды жою бойынша нақты іс-шаралар ұйымдастырды және олардың орындалуын қадағалады. Ағадырда көшіп келгеннен кейін осы жерде белді азаматына айналдыруға болады. Мысалы, бізді осы жерде 60-80 жыл жүрген салдардың ештемеге араласпай көбісі өмірін өткізіп жатыр. Ал Сұлтан келгелі осы қаланы сумен қамтамасыз етуген мәселенің повесткасына түсірілмей келе жатыр деуге болады. Сұлтан Сүтбайұлы жалпы баспасөз бетінде ойлы мақалаларымен көрінсе, геология және қазба байлықтарды қорғау республикалық журналында ғылыми ізденістері мен тұжырымдарын жариялап жүреді. Сондай-ақ ұлт және Ұлытау журналдарында Егемен Қазақстан, Орталық Қазақстан, Сарыарқа басылымдарында еңбектері жарық көрген. Жер сыры мен жан сыры атты кітабы Кетбұқа баба жайлы жазылған мақалалары да кітапхана сөресінен орын алды. Өмір біреуге бақыт, біреуге береке, ал біреуге қайғы сыйлайды. Не сыйласа да бәрі сынақ. Ал тағдырдың осындай сынақтарынан сүрінбей өткен жан ғана мұқалмай, биік мақсат мұраттарға жете алады. Елінің бағына туған арда ауылдың жетістіктері де аз емес. Ол құрмет белгісі орденімен, ерен еңбегі үшін төс белгілерімен марапатталған. Сонымен қатар еңбек ардагері, жеңістің 65 жылдығы медальдарының, кен орнын тұңғыш ашушы, жер қойнауын барлаудың КСРО үздігі, Қазақстан Республикасы жер қойнауының құрметті барлаушысы атақтарының иегері. Сондай-ақ шет ауданының құрметті азаматы. Құрметті Сұлтан Сүтбайұлы, еңбегіңіз еленіп, мәртебеңіз әрқашанда арта берсін. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Жер сырын терең ұққан дәрежан, ғылымға арнап өтті сан жылдар. Еңбегіңіз мәңгілігі шамшырақ, сізбенен мақтанамыз әрқашан.